Сәлем оқиғаға қош келдіңіздер. Арнаға тіркелуді ұмытпауларыңызды сұраймын. Менің атым Айым, 24 жастамын. Бұл әңгімені айту маған оңай емес. Бірақ менің өмірімдегі ең ауыр шындықпен ішкі жарамды біреу естуі керек сияқты. Себебі мен секілді алданып қалатын қыздар әлі де бар шығар. Мен де бәрі жақсы болады деп сенгенмін. Бірақ ешкім менің күйеуімнің көзіме әкеммен шөп салатынын, тіпті одан бала көтеретінін елестетпес еді. Бәрі бір күнде өзгерді. Бұған дейін менің өмірім қарапайым болды. Университет бітірдім, шағын жұмысқа орналастым, анам мен әкеммен бірге тұрдым. Әкем қайрат, 50-ден асқан, беделді адам, өз бизнесі бар. Сырт көзге бәрі тамаша еді, сүйікті отбасы, үлгілі ер адам, тіпті менің жұрт қызығатын, келісті күйеуім де болды, Олжас. Олжас екеуміз 3 жыл кездесіп үйлендік. Ол менен 6 жас үлкен болатын. Бірақ өмірлік көзқарасымыз бір, жанымызда жарасатын. Үйленгенімізге бар болғаны 6 ай болған еді. Бір күні мен кештетіп жұмыстан келдім. Үй тыныш. Анам ас бөлмеде отыр. Бірақ түрі бір түрлі, көзі қызарып кеткен. Әкем әдеттегідей диванда емес. Әкең шығып кетті, деді анам. Мен үндемедім. Бірақ анам бір түрлі. Қолындағы шай кесесін дірілдетіп ұстап отыр. Көзіне қарай бердім, бір сәтте ол жылап жіберді. Айым, сен Олжасты шынымен жақсы көресің бе? Деді кенет. Мен таңғалдым. Бұл сұрақтың астарында бір нәрсе бар екенін бірден сездім. Бірақ не екенін әлі ұқпадым. Әрине жақсы көрем. Ол менің күйеуім ғой. Неге олай дейсің? Анам орнынан тұрып бөлмесіне кіріп кетті. Артынша бір қағаз буmaсын әкеліп маған ұсынды. Онда не бар екенін сұрамадым. Аштым. Бірнеше анализ, ультрадыбыстық тексеру нәтижелері. Бастапқыда мән бермей парақтап отырдым. Сосын көзім бір есімге түсті. Түйін, жүктілік мерзімі 6 апта. Пациент Мейрамгүл. Мейрамгүл менің анам. Мен жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бірақ ең жаманы келесі парақта. Бала әкесінің болжамда аты, Олжас. Мен орнымнан тұрып қолымдағы қағазды түсіріп алдым. Менің ішімнен бір дүние үзіліп түскендей болды. Бұл не? Анам үнсіз. Жылай береді. Бір кезде. Менің кінәм. Мен сені қорғағым келді. Бірақ бәрі тым кеш. Осы сәттен бастап менің өмірім екіге бөлінді. Осыған дейінгі айым және осыдан кейінгі айым. Менің шындық іздеуім енді ғана басталды. Сол түні мен ұйықтаған жоқпын. Қолым дірілдеп, басым айналып, кеудемде тас тұрғандай болды. Көз алдымда анамның жылаған жүзі мен Олжастың есімі жазылған қағаз қайта-қайта елестеді. Жоқ, мен сенбедім. Сенгім келмеді. Бұл біреудің қателігі шығар, есімдер ұқсас шығар. Бірақ жүрегім бірдеңені сезді, ең қорқыныштысын. Таң атпай Олжастың телефонын тауып алдым. Ол жуынуға кеткенде мен оның смартфонын алақаныма алдым. Әдетте ол телефонды үнемі жанынан тастамайтын. Бірақ бүгін қалай болса да Алла өзіме бұйыртты. Парольді білем. Себебі біз сенімді жұп болдық, иә. Бір-бірімізге құпиямыз жоқ еді ғой, мен солай ойлаппын. Телефон ашылды. Мен тікелей WhatsApp-қа кірдім. Бірден көзіме бір контакт түсті, апа. Жай ғана апа деп жазылған. Бірақ нөмір таныс. Ол менің анамның нөмірі еді. Анам мен Олжастың хат алмасуын оқи бастағанда ішім өртеніп кетті. Олжас, кеше бәрі керемет болды. Сен мені жынды қыласың. Апа, біз тым алысқа кетіп қалдық. Мен өзімді жек көрем. Бірақ сен менің жанымды қайта тірілттің. Олжас, баланың әкесі кім екенін нақты айта аласың ба? Апа, ол тек сенен, Қайратпен ешқашан олай болмаған. Олжас, онда ол менің балам. Қолымнан телефон түсіп кетті. Жан даусыммен айқайлап жібердім. Тынысым тарылып, еденге тізерлеп отырдым. Жылағым келді, бірақ көзімнен жас шықпады. Бұл жылаудан да ауыр. Бұл жанның сыздауы. Олжас жуынатын бөлмеден шықты. Мені көрді. Қолымдағы телефонын да көрді. Айым, бәрін түсіндіре алам.
Жоқ, сен түсіндірмейсің. Сен менің анаммен бірге болдың. Сенен бала көтерді. Қалайша сен бұған бардың? Ол үндемеді. Мен оның көзіне қарадым. Онда ұят жоқ еді. Тек шаршағандық, біткендік. Бұл кездейсоқ болды. Мен сенімен ұрысып қалғаннан кейін сен кетіп қалғансың бір түнге. Анаммен отырып шай іштік. Ол жалғыз еді, екеуміз де әлсіз болдық. Әлсіздік пе? Бұл сатқындық. Бұл жиіркеніш. Ол менің анам. Ол сенен 20 жас үлкен. Ал сен менің күйеуімсің. Біз екеуміз де қателестік. Жоқ, бұл қателік емес. Бұл санаулы шешімдердің тізбегі. Сен таңдап істедің. Және бұл нәресте сенің балан. Сол сәтте менің басымда жарылыс болды. Бірақ ол жарылыс сырттан емес, іштен еді. Мен өзіме, өміріме, отбасыма сенуден қалдым. Сол күні мен үйден кеттім. Тек бір сөмкемді жинап, ешкімге ештеңе айтпастан. Әкемнің де, анамның да бетіне қарай алмадым. Мені ең жақын 2 адам сатты. Және мен енді кімге сенерімді білмедім. Бір апта бойы мен құрбымның үйінде жаттым. Телефонды сөндіріп тастадым. Ешкімге жауап бермедім. Бірақ бір күні хат келді. Қара конверт. Қолмен жазылған. Аштым. Айым, сен мені ешқашан кешірмейсің. Бірақ мен бұл баланы сақтап қалуға бел будым. Мен сені жоғалттым, күйеуім де енді маған керек емес. Мен жалғызбын. Сен мені туған жоқсың. Мен сені өмірге алып келгем жоқ. Бірақ менің де сезімдерім бар еді. Өкінішім шексіз. Кешіре алмасаң да түсінуге тырыс. Мен сол сәтте бір сәтке аңырып қалдым. Мен сені туған жоқпын деген сөздерді қайта-қайта оқыдым. Не дегені бұл? Менің анам емес пе? Мен қайтадан жүре алмай қалдым. Мен бұл өмірде кіммін өзі? Мен кімге сенем? Мен кімнің баласымын? Бірақ шындықмен ойлағаннан да терең әрі қорқынышты еді. Сол хатты оқыған түнім менің 2-ші рет дүние келген күнім болды. Бірақ бұл өмір мен білетін өмір емес еді. Бұл өтіріктерден, жасырын тарихтардан, сатқындықтан құралған мүлде басқа шындық еді. Анамның мен сені туған жоқпын деген сөздері менің жанымды түбінен бұрғылап жіберді. Бұл не дегені? Менің анам емес пе? Ал менің туған анам кім? Ал әкемше? Қайрат па, әлде тағы біреу ме? Менің есімде жоқ. Бірақ кішкентай кезімде апам бірде бір қызық айтып қалған еді. Айым, сен бізге Алланың сыйысың. Сен біздің үйге күтпеген қуаныш боп келдің. Сол сөзге сол кезде мән бермеппін. Бірақ енді бәрі тізбектеле бастады. Мен өзім туып өскен үйге қайта оралдым. Қайрат пен Мейрамгүл үйде жоқ екен. Сол сәтті пайдаланып, мен ескі құжаттарды іздеуге кірістім. Үйдің қоймасындағы темір жәшікке көзім түсті. Ол жерде ата-анамның неке куәліктері, менің туу туралы куәлігім және тағы басқа құжаттар жататын. Мен туу туралы куәлігімді алдым. Онда ата-анасы Қайрат Серікұлы, Мейрамгүл Аманқызы. Бірақ құжат 1999 жылы қайтадан рәсімделген екен. Ал мен 2001 жылы туғанмын. Қайта рәсімделген туу туралы куәлік пе? Не себеп? Одан кейін мен тағы бір ескі конвертке тап болдым. Онда бір әйелдің аты жазылған, Раушан Ибраева. Мекенжай Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қарабұлақ ауылы. Ішінде менің суретім бар екен. Жаңа туған кезім. Артында жазу. Айыма, анаң сені әрқашан жақсы көреді. Кешір, періште. Сол сәтте менің демім үзіліп кетті. Мен тізерлеп отыра кеттім. Менің туған анам басқа адам. Мен оны ешқашан көрмегенмін. Ал Мейрамгүл мен Қайрат мені асырап алған. Неге олар маған айтпады? Неге бүкіл өмірім өтірік? Келесі күні мен Алматыға жол тарттым. Менің қолымда тек бір мекенжай мен бір сурет. Қарабұлаққа жеткенше жүрегім тоқтап қала жаздады. Әр аялдама сайын ойым өзгеріп отырды. Мүмкін бармай-ақ қояйын, бәрібір ол мені танымайды дегенді таңдады. Ауылға жетіп мекенжайды сұрап таптым. Ескі үй, қабырғалары сарғайып кеткен, қақпасы шиқылдайды.
Қақпаны қақтым. Кішкене уақыттан соң есік ашылды. Алдымда тұрған әйел шамамен 50-55 жаста. Бірақ көзі менікімен бірдей. Үлкен, қара, мұңды. «Кім керек еді, қызым?» деді. Мен үндемедім. Қолым дірілдеп тек фотосуретті ұсындым. Ол әйел суретке қарады, сосын маған. Көзінен жас шықты. «Айымсың ба?» Мен басымды изедім. Ол мені құшақтап алды. Бірнеше минут екеуміз үнсіз тұрдық. Сол сәт менің өмірімдегі ең ауыр, бірақ ең жылы болды. Раушан маған бәрін айтып берді. Мен оның шынайы қызы екенмін. Бірақ 2001 жылы мені босанғаннан кейін әкесі, менің туған әкем, отбасын тастап кеткен екен. Раушан кішкентай сәбиімен жалғыз қалған. Сол кезде Мейрамгүл, оның алыс туысы, баласы болмаған соң, Раушанға ақша ұсыныпты. «Сен бәрібір жалғызсың, мен жақсы өмір беремін» деп. Раушан шарасыз күйде болған. Ақша керек болған. Болашағына сенімсіз еді. Солайша мені беріп жіберген. Мен әр күн сайын саған хат жазып отырдым. Бірақ жіберуге батпадым. Өзің келер күнді күттім, айым, сенің көздерің, менің көздерім, қызым. Мен бүкіл өмірімді қайта құра бастадым. Енді мен кіммін? Мейрамгүл мен Қайрат, мені тәрбиелеген адамдар, иә. Бірақ олар маған шындықты айтпай, менің күйеуіммен араласып, менің жанымды жаралады. Ал туған анам шын мәнінде мені ешқашан ұмытпаған адам екен. Ал ол жас ше. Мен оның қандай адам екенін енді толық түсіне бастадым. Бірақ бұның бәрі әлі де аяқталған жоқ еді. Себебі менің туған әкем, Раушан айтқандай, қалада, және ол да бұл оқиғадан хабарсыз емес екен. Раушаннан естіген сөздер менің ішімде от жағып кетті. Мен енді тыныштала алмаймын. Бір сұрақ мазамды алды. Туған әкем кім? Ол қайда? Раушан аз кем үнсіз қалды. Сосын, оның аты Ерлан сатып алды. Ол Алматыда тұрады. Журналист, соңғы рет сен 1 жасқа толған кезде көргенмін. Содан бері көрген жоқпын. Мен оның атын бірден іздедім. Әлеуметтік желіде таптым. Ол расында да журналист екен. 50 жастан асқан, сымбатты, бет әлпеті таныс сияқты бір түрлі жылы. Ол менің әкем екенін білмейтін секілді. Тіпті менің бар екенімді де ұмытқан шығар. Бірақ мен оған жаздым. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, мазалап тұрмын. Бірақ мен сізбен жеке кездесіп сөйлескім келеді. Өте маңызды. Бірнеше сағаттан соң жауап келді. Сәлем, әрине. Не туралы екенін айтсаңыз. Қашан және қайда кездесеміз? Мен Алматыдағы бір тыныш кафені таңдадым. Түс ауа бардым. Жүрегім атқақтап тұрды. Не айтам? Сәлем, мен сіздің қызыңызбын ба деймін бе? Ол келді. Маған қарап күлімсіреді. Бірақ ештеңе сезген жоқ. Қалайсың, қызым? Не жайлы сөйлесеміз? Мен терең дем алып сөзімді бастадым. Аты жөнім Айым, мен Қарабұлақ ауылында туылғанмын. 2001 жылы. Анам Раушан, сіз сол кезде оны тастап кеткенсіз. Ол орнында қатып қалды. Қолындағы шыны кесе дірілдеп кетті. Жүзіндегі күлкі жоғалып, көзі шарасынан шыға жаздады. Айым, сен Раушанның қызсың ба? Иә, мен сіздің қызыңыз болуым мүмкін. Ол үнсіз қалды. Сосын жайлап басын изеді. Мен? Білмедім. Раушан хабарласқан жоқ. Мен оған көмектескім келген. Бірақ ол кетіп қалды. Мен оны көп іздедім. Бірақ таппадым. Ал сен менің қызымсың. Сол күні мен туған әкеммен алғаш және соңғы рет сөйлестім деп ойладым. Ол қатты өкініп отырды. Мені құшақтап кешірім сұрады. Бірақ мені мүлде басқа сұрақ мазалады. Ерлан аға, сіздің басқа балаңыз болды ма? Әйеліңіз, ұлыңыз? Ол маған бір түрлі қарады. Иә. Мен бір әйелмен отбасын құрдым. Бірақ ұзаққа бармадық. Бізден бір ұл дүниеге келді. Бірақ мен одан да ерте ажырастым. Қазір қайда екенін де білмеймін. Бірақ аты есімде, ол жас.
Сол сәтте менің демім тоқтап қалды. Олжас? Қандай Олжас? Олжас Саттарұлы, бірақ ол анасымен бірге кеткен. Мен соңғы рет көргенімде 3 жаста еді. Менің ішім суып кетті. Мойнымнан мұздай қол қысып тұрғандай. Менің күйеуімнің толық аты Олжас Саттарұлы. Мен орнымнан тұрып, дірілдеп сыртқа шықтым. Ерлан менің артымнан жүгіріп шықты. Не болды? Айым? Не болды? Мен оған қарадым да. Олжас менің күйеуім. Біз үйлендік. Ол менің туған бауырым шығар. Сол түні мен өмірден түңіліп кеттім. Қолымдағы бөтелке суды ұстап тұрып, терезеден қарап отырдым. Біреу маған, бұл жай ғана жаман түс десе екен деп тіледім. Бірақ бұл шындық. Мен туған әкемнің ұлымен, өз бауырыммен үйленіп, бірнеше жыл бірге өмір сүріппін. Олжас та білмейді. Екеуміз де білмедік. Бірақ бәрібір бұл шындық. Келесі күні мен қайтадан Олжасқа жаздым. Біз кездесіп сөйлесуіміз керек. Бұл жолы сен шыдауың керек. Кешке кездестік. Ол шаршаңқы, бірақ мені көріп қуанды. Бірақ мендегі салқын көзқарасты байқады. Айым, мен бәрін түсінем. Біз енді бірге бола алмаймыз. Сен мені кешірмейсің. Бірақ мен шынымен. Олжас, тыңда, бұл. Сен ойлағаннан да ауыр. Сен менің туған бауырым болуың мүмкін. Ол үндемеді. Күлкісі келіп тұрғандай көрінді. Не? Бұл қандай әзіл? Мен сенің әкеңді таптым. Ерлан сатып алды. Ол менің де әкем. Ол сенің атыңды да айтты. Сен оның ұлысың. Біз екеуміз бір әкеден тарағанбыз. Ол орындыққа отыра кетті. Басын ұстады. Жоқ, бұл мүмкін емес. Біз қалайша? Мен де үнсіз қалдым. Қарап отырдым. Айналада уақыт тоқтап қалғандай болды. Сол түні мен екі дүниенің арасында қалдым. Махаббат пен жиіркеніш, сенім мен шындық, өткен мен болашақ бәрі быт-шыт. Біз екеуміз ажырастық. Ресми түрде де, рухани түрде де. Бұл махаббат емес еді енді. Бұл бір-бірімізге тиген тағдырдың қатесі еді. Ал мен болсам, әлі де шындықтың түбіне жетпегенімді сездім. Себебі менің өмірімде тағы бір жұмбақ бар еді. Неге Мейрамгүл мен Қайрат мені асырап алғанын ешкім білмейді. Неге бұл туралы бәрі үнсіз қалды? Бір кезде мен Қайратты әкем деп атадым. Бала күнімде соның ойына асылып, сол адамнан қорғау сұрап жыладым. Бірақ қазір ойласам, ол мені ешқашан шын жақсы көрмепті. Мейрамгүл екеуі мені қабылдағанда қандай мақсат болғанын енді түсінгім келді. Олжас екеуміздің ара қатынасымыз ресми түрде үзілді. Ол басқа қалаға көшіп кетті. Ал мен Алматыда жалғыз қалдым. Туған анам Раушанмен жақындаса бастадым. Бірақ менің санамда бір сұрақ күн сайын қайталанып тұрды. Қайрат пен Мейрамгүл мені неге асырап алды? Бұл жай ғана бала сүйе алмау ма, әлде басқа бір нәрсе бар ма? Раушан бұл сұраққа жауап беруден қашқақтай беретін. Бір күні мен оны бұрышқа тақап сұрадым. Мама, сіз шындықтың бәрін айтқан жоқсыз. Қайрат пен Мейрамгүлге мені бергенде неге солар? Олар сіздің ағайындарыңыз емес қой. Сіз олармен қалай таныстыңыз? Ол терең дем алып, үнсіз қалды. Сосын, жарайды, айым. Шындықты естігің келсе, тыңда. Бірақ ол саған ауыр тиеді. Мен дайын екенімді ишарамен білдірдім. Мен 2001 жылы сені босанған соң бір ай бойы сенімен болдым. Бірақ бір күні ауруханадан үйге келе жатқанда мені Қайрат тоқтатты. Ол өзін кәсіпкермін, көмектесем деді. Ол өте сыпайы көрінді. Бірақ сен жылай бердің. Мен шаршаған едім. Ақшам жоқ. Қайрат, менен сені бірнеше күнге алып кетейік деді. Бізде бәрі бар. Тамақ, киім, медбике. Қызыңа жақсырақ жағдай жасаймыз деді. Мен сеніп қалдым. Сосын не болды? Сосын мен сені көрмедім. Олар сені алып кетіп телефонымды бұғаттады. Мекен-жайларын өзгертіп кетті. Мен сені бір жыл іздедім. Бірақ еш нәтиже болмады.
Сосын ғана түсіндім, олар сені тартып алды. Менің басым айналып кетті. Бұл ұрлық, бұл адам ұрлау. Бірақ неге? Неге олар мені тартып алды? Жай ғана бала керек болса, заңды түрде асырап алатын еді ғой. Раушан үндемеді. Сосын жаймен ғана. Себебі сен. Қайраттың өз қызы болуың мүмкін еді. Мен не естігенімді бірден түсіне алмадым. Не дедіңіз? Қайрат, мен саған бірдеңе айтуым керек. 2000 жылдың күзі. Мен сол кезде Астанада жұмыс істеп жүрдім. Қайрат сол кезде бір кеште танысқан адам болды. Біз бірнеше рет жолықтық. Ол өзін ажырасқанын, жалғыз екенін айтты. Мен ақымақ болдым. Бір күн ішіп алып, мені пәтеріне шақырды. Сол түні бәрі болды. Бірақ мен кейін хабарлассам, ол жоғалып кетті. Ал 9 айдан кейін сен тудың. Сол сәтте бәрі айналып кетті. Қайрат менің туған әкем болуы мүмкін. Ол адам менің балалық шағымды ұрлаған, мені менің анамнан тартып алған адам, тіпті мені өзінің баласы ретінде мойындамаған. Сонда, ол менің туған әкем. Раушан көзін тайдырды. Мен толық сенімді емеспін. Бірақ уақыт пен оқиға сәйкес келеді. Олжас, Ерланның баласы, сен мүмкін Қайраттікі, егер солай болса, онда. Мен жалғасын ести алмадым. Қайрат менің туған әкем, ал менің күйеуім басқа әкемнің баласы. Біз туған бауыр емеспіз, бірақ мен басқа шындықпен бетпе-бет келіп тұрмын. Мен бала кезімнен өз әкемнің қолында болдым. Бірақ ол маған өтірік өмір сыйлап, мені анамнан тартып алып, менің күйеуімді азғырған адамға айналды. Мен онымен сөйлесуім керек еді. Соңғы рет Астанаға бардым. Ескі үйіміздің алдына тоқтадым. Қақпа ашық тұр екен. Ескі таныс аула, балалық шақтың естеліктері, бірақ енді ол үй маған түрмедей. Ішке кірсем, Қайрат ас бөлмеде отыр. Кофе ішіп отыр екен. Мені көріп саспады. Айым, келдің бе? Сен не істедің менің өміріме? Ол үндемеді. Сен мені анамнан тартып алдың. Сен мені қызым деп өсірдің, ал шын мәнінде мені пайдаланып келдің. Сен менің анаммен көзіме шөп салдың. Ал қазір сен менің әкем болуың мүмкін. Ол жай ғана көзіме қарады. Бір сәтке жанары дір етті. Мен сені жақсы көргем. Сенің анаңмен бәрі кездейсоқ болды. Бірақ сен менің қызым емесің. Сен мен үшін тек бір әлсіздіктің құрбаны болдың. Мен Раушанды ұмытқым келді. Сен мені соған қайта оралттың. Сен менің өмірімді ұрладың. Мен енді кім екенімді де білмеймін. Мен де өзімді білмеймін. Айым, сенің өмірің менің ең ауыр күнәм. Бірақ енді сен ересексің. Шыныңды тап. Мені ұмытып кет. Мен өзіммен ақ жазаланып келем. Мен үндемедім. Кетіп қалдым. Бұл әңгімені ешкімге айтқым келмеді. Бірақ жүрегімде бір ғана сезім қалды. Мен өтіріктен жаралған баламын. Менің өмірім күлге айналды. Бәрі, бала күнім, отбасы, махаббат, тіпті есімнің мәні, бәрі өліп шықты. Бірақ мен енді шындықты аяқсыз қалдырғым келмеді. Мен дың сараптамасына жазылдым. Қайрат пен Раушан екеуінің биоматериалын алдым. Өзімде сынама тапсырдым. Апта бойы күн санап, жүрегім дүрсілдеп, нәтижені күттім. Кімнің қызы екенімді білгім келді. Бірақ одан да маңыздырақ, мен кім емес екенімді де анықтағым келді. Нәтижелер келді. Мен жалғыз отырдым. Компьютер экранында ақ фон, қара әріптер. Сол сәтті мен ешқашан ұмытпаймын. Нәтиже, Қайрат Серікұлы Айым Қайратқызының биологиялық әкесі емес. Мен бірден терең дем алдым. Бәрібір қанша жерден жек көрсем де, бұл хабар менің жанымды жеңілдетті. Демек, мен ол адамның баласы емеспін. Менің тәнімде оның қан тамыры жоқ. Келесі жол Ерланның сынамасы. Нәтиже, Ерлан Сатыбалды, Айым Сатыбалды қызының биологиялық әкесі. Болды, енді бәрі өз орнын тапты. Олжас Ерланның ұлы. Мен де. Біз туған бауырмыз. Шындық ашы, ауыр, жиіркенішті, бірақ анық. Олжасқа хат жаздым. Соңғысы. Олжас, біз бәрін білдік.
Сен менің туған ағамсың. Бұған ешкім кінәлі емес. Біз тағдырдың құрбандарымыз. Бірақ енді бұл өмірді өз жолымызбен жалғастыруымыз керек. Мен сені жек көрмеймін. Керісінше жаным ашиды. Бірақ енді біз ағалы қарындаспыз. Солай ғана өмір сүре аламыз. Ол жауап берді. Айым, мен саған ризамын. Шындық ауыр, бірақ ол қажет еді. Мен бәрін ұмыта алмаймын. Бірақ енді өзімнің кім екенімді түсіндім. Сен менің сіңлімсің. Бұл өмірдегі жалғыз шын туысым. Кешір. Сол сәтте мен бірінші рет жыладым. Босанып еш ауыртпалықсыз. Жай ғана жылап алдым. Бұл азап емес, бұл қайта туу болды. Кейін мен туған анам Раушанмен бірге тұра бастадым. Біз жайлап бір-бірімізге үйрендік. Ол мені кішкентай баладай қайтадан баурап алды. Бір күні шай үстінде: сенің есіміңді мен Айым деп бекер қоймадым деді. Неге? Себебі сен менің өмірімдегі ең жарқын айсың, қараңғы түнде жалғыз сәуле боп шықтың. Сені жоғалтсам да тағдыр қайта келді. Бұл Алланың әділеті шығар. Мен жымидым. Бірінші рет шын жүрегіммен. Қайрат пен Мейрамгүлдің тағдыры мүлде бөлек жолға кетті. Мейрамгүл баласын дүниеге әкелді. Ол жас онымен ешқандай байланысы орнатпады. Мен де. Қайрат жалғыз қалды. Оның ізімен ешкім жүрмеді. Бұл оның таңдауының нәтижесі еді. Мен енді өз өмірімді қайта құрып жатырмын. Университетке қайта түсіп психологияны таңдадым. Себебі мен адамдарға көмектескім келеді. Ауыр тағдырлардан өтсе де өмір жалғасатынын көрсеткім келеді. Мен әлі де Айыммын, бірақ бұрынғы Айым емеспін. Мен жараланған, бірақ қайта тірілген Айыммын. Егер сен қазір осы әңгімені тыңдап отырсаң, бұл жай ғана оқиға емес. Бұл менің жан айқайым. Өтірікпен өмір сүру оңай, бірақ шындықпен өмір сүру ерлік. Мен шындықты таңдадым. Ол мені күйретті. Бірақ сол шындық маған өзімді қайтарып берді. Ешқашан үнсіз қалма. Егер ішіңде сұрақ бар болса, ізде. Егер жүрегің ауырып тұрса, тыңда. Себебі ең үлкен шындық сенің ішінде. Ал менің атым Айым, және мен өмір сүруді таңдадым.